Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Байнүлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін тамыздың 7-сі жұма. Хабардан сіздер: Сутай Қайырхан тауына мінәжат ету рәсімі мемлекеттік дәрежеде 4-ші рет жүріліп өтті. Демократиялық партия тобы кеше үкімет үйінде жанар-жағармай тапшылығы және елімізде етек алған қымбатшылық мәселесі бойынша баспасөз мәслихатын өткізді. Кеше елімізге 203 вагон АИ-92 бензині және 367 вагон дизель отыны келді. Еліміздің шетелдік валюта қоры шілде айының соңында тарихта алғаш рет жетоннан 9 миллиард долларға жетті. Аймағымыздың ат құлағында ойнайтын шабандоз жігіттері 8-ші ұлттық спорт түрлерінің олимпиадасында 1-ші орынды иеленді. Аймақтық азаматтар өкілдері құрылы жанындағы аймақтық полиция ұйымына бақылау жасайтын азаматтық кеңестің мүшесі Оңғар Сейсенбайұлы осы ұйымның іс-қызметі жайлы мағлұмат берді. Аймақтық азаматтар өкілдері құрылының төрағасы қызметін атқарып тұрған зейнеткер Сайлау Арғынұлымен өткізген сұхбат, тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Хабарымызды ел жаңалықтарымен бастаймыз. Моңғол халқы ежелден бері сүт тауы деп пір тұтып, ырыс пен берекенің қайнары ретінде құрметтеген Сутай Қайырхан тауына мінәжат ету рәсімі мемлекеттік дәрежеде 4-ші рет салтанатты түрде жүріліп өтті. Мемлекеттік рәсімге мемлекеттік ұлы құрыл төрағасы Сандыгин Биямбуцукты қатысты. Мемлекеттік ұлы құрыл төрағасы Сандыгин Биямбуцукт тауға табыну рәсімі табиғат ананы құрметтеуге және экожүйені қорғауға маңызы зор дей келе, бұл рәсімді ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне тіркетудің маңызды екеніне тоқталды. Сондай-ақ ол еліміз президентінің жолдауын оқыды. Еліміз президенті Ухнагин Хурлсук өз жолдауында: біз моңғолдар көк тәңір мен жер ананы пір тұтып, тауларымызды, суларымызды, өсімдіктерімізбен, жануарларымызды сүйіспеншілікпен қорғап, киесіне басиып обаларға табыну сияқты ежелгі және әдемі дәстүрді ұстанып келген халықпыз. Моңғолдардың мыңдаған жылдар бойы өткізіп келе жатқан тау мен обаға мінәжат ету рәсімі, отан мен туған жерді қорғау, мемлекеттің негізі болып табылатын жерді сақтау, мұрамызды, мәдениетімізді, тарихымызды және әдет-ғұрпымызды болашақ ұрпаққа жеткізу үшін кең мазмұнды және жоғары маңызға ие ұлы мемлекеттік рәсім деп атап өтті. Сутай Қайырхан тауы Қобалтай аймағының Тоңкүл және Дәрбі сұмындары және Қобдай аймағының Тесік және Дәрбі сұмындарының шекарасында орналасқан. Президент Намбрин Инквайыр 2007 жылдың 26 шілдесінде Қобалтай және Қобдай аймақтарының Дәрбі сұмындарының шекарасында орналасқан қарлы Сутай Қайырхан тауын мемлекеттік қасиетті тау деп жариялау туралы жарлық шығарған еді. Содан бері Сутай Қайырхан тауы 4 жыл сайын мемлекеттік қасиетті тау ретінде мінәжат етіледі. Демократиялық партия тобы кеше үкімет үйінде жанар-жағармай тапшылығы және елімізде етек алған қымбатшылық мәселесі бойынша баспасөз мәслихатын өткізді. Баспасөз мәслихатында Демократиялық партияның хатшысы Алхаудорж Дорнығов аймағының алтын шире сұмында салынып жатқан мұнай өңдеу зауытына қажет 1 миллиард ақш доллар көлеміндегі несие қаражат 2015 жылы Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди біздің елімізге сапар кезінде Демократиялық партия билікте болған кезде шешілген. Содан бергі 10 жылда бұл зауыт құрылысы небәрі 20-дан 30% жүрілгені сынға. Ол соңғы 10 жылда бір партия үздіксіз билікте болды. Билеуші партия бұл елде болған жақсы және жаман нәрселерге жауапты. 2015 жылы мемлекеттік бюджет
$7,1 триллион төгірік болса, бүгін ол 33 триллион төгірікке жетті. Бюджет көлемінің бұлайша көбеюі азаматтарға қымбатшылық, ал басшыларға пайда әкелуде. 40 триллион төгірік көмір ұрлығы, 2,3 триллион төгірік Туыл тас жолы, 5 триллион төгірік Богды тауын кесу жобалары іске аспады деді. Өнеркәсіп және минералды ресурстар министрлігі бүгін еліміздегі жанар жағармай жағдай туралы мәлімдеме жасады. Бүгінгі күні барлық түрлі мұнай өнімдерінің 90%-дан астамы сүкватыр кеден өткілік арқылы темір жол арқылы тасымалдануда. Өкімет қаулысымен мұнай өнімдеріне кедендік салықтар алынып тасталған еді. Кеше 203 вагон АИ-92 бензині және 367 вагон дизель отыны әкелінді. Өкімет басшысының жарлығымен құрылған жанармаймен жабдықтауды және жеткізуді тұрақтандыру жөніндегі жедел штаб күн сайын отырыс өткізуде. Қазіргі уақытқа дейін 50 мың төгірікке дейін бензин беріп тұрған жанармай құю орындары ертеңнен бастап Ұлан Батыр қаласында 100 мың төгірік көлемінде бензин тарата бастайтын болады. Моңғол банк өкілдері еліміздің шетелдік валюта қоры шілде айының соңында тарихта алғаш рет $7,9 миллиард жетті деп хабарлады. Валюта қоры жыл басынан бері 13,67%-ға және маусым айымен салыстырғанда 4%-ға өскен. Орталық банк валюта қоры 3 айдан 6 айға дейінгі импорттық қажеттіліктерді жабуға толық жеткілікті деп атап өтті. Аймақ жаңалықтары. Аймақтық азаматтар өкілдері құрылыс жанындағы аймақтық полиция ұйымына бақылау жасайтын азаматтық кеңестің мүшесі Оңғар Сейсенбайұлы осы ұйымның іс қызметі жайлы мағлұмат берді. Аймақтық азаматтар өкілеттер құрылымының жанында мына полиция ұйымының жұмыс қызметіне, бюджетіне бақылау қоятын ұйым бар. Бұл болғанда халықтан 4 жылда бір рет сайланады. Сайланғанда халықтан пікір алып, көп пікір алған алғашқы 5-тен 7 кісіні сайлайды. Бұл сайланғанда сол сайланған 5 кісі ортасынан жинасын ашып бастығын және де нәрмішін сайлап алады. Осындай тұрғыда халыққа қызмет етуге тиісті ұйым. Бұл болғанда енді полиция ұйымының жұмысына бақылау қояды деген сөз ғой. Бірінші болғанда полиция ұйымының жұмсалып жатқан қаражаты бюджетіне бақылау қояды. Жылдық есеп беруін жиналысы, есеп беруінің дегі шыққан қаражатқа негізінде сол бақылау қоямыз. Екінші болғанда халықтан біз біле бермейді. Бірден біз бейресми ұйымдық, өзімізде қаражат жоқ, белсенділік тұрғыда жұмыс істейміз. Оған болғанда енді халықтың қандай бір полиция ұйымында берген арыз-арманы орындалмауы, өзінің құқығын қорғау туралы арыз шағымдарды біз негізінде бақылап, сол жоғарғы ұйымдарға жеткіземіз. Біз болғанда Қанайбай өлгейдің полиция ұйымының басқармасы және де полиция ұйымының ең жоғарғы сатысы дейін сол арызын жауаптанып жеткізіп беретін ұйымбыз. Халықтың ішінде ел болған соң арыз шағым болады. Жалпы сіздердің осы ресми орны, немесе байланыс телефоны отыратын адамдар бір халықтың арыз шағымын қабылдайтын ондай жер қайда болады? Біз болғанда аймақтың құрылының қасында Кемтігерге сортшының Сергейлік Салбыр Жөгіл деген бар ғой, сонымен негізі бірге жұмыстаймыз. Бізде орын жай жоқ. Орнымыз болғанда сол жердегі адамдармен бірге жұмыстаймыз. Телефонымыз барлығы сонда тұр. Қандай бір арыз шағымдарыңыз болса, полиция ұйымында бітпей жатқан еріктеріңіз, қорғалмай жатқан шаруаларыңыз болса, бізге хабарласып тұруға болады. Біздің өзіміздің жеке веб-сайтымыз бар, сол арқылы аламыз. Және де халықтың келген арыздарын аймақтан, полиция ұйымынан жоғарғы жерге тура біз айтып орындап беретін негізгі
жұмысымыз. Осы туралы әрқашанда халық көпшілік арыз армандарыңыз болса бізге хабарласып тұруыңызға болады. Аймақтың құрылының жанындағы бейресми ұйым. Бұл ұйым болғанда 2008 жылдан бастап жұмыстап келе жатқан. 4 жылда бір рет сайланады ұйым ғой енді. Сол аймақтың құрылының жанында болады. Негізі сол құрылың шешім бойынша тағайындаламыз. Жаңа сайлаумен шыққандықтан. Біз болғанда мен өз басым 2022 жылы алғаш сайланғам. Енді мына 26-та жаңадай қайтадан мені осы ұйымға сайлағандықтан осы келешек жоспар жұмысымызды таныстырайық деп сіздермен келісіп отырған жағдайымыз бар. Енді халық көпшілік болғаннан кейін бірден бөлшеға мына арыз береді де, оны кімнен алам, қайтып орындала ма жоқ па, кейбіреу орындалмай қалған, мына не екені белгісіз. Кейбіреулерге мысалы бөлше мына бір-бірінен қазіргі заманда қиын болып бара жатқан, қаржы қаражатқан сияқты нәрселердің барлығын арызданып ала алмай жүрген азаматшалар болса бізге хабарласуға болады. Оны біз тиісті жеріне бақылатып, жауабын алып береміз. Өткен 4 жылда біраз жұмыстар істегенбіз. Халық көпшіліктен келіп жатқан арыз армандарын орындап, біз өзіміздің есеп беру жинастарымызды істегенбіз. Сол аймақтың азаматтар өкілеттер құрылының жанындағы кемтікерге сортшының Сергейлік Салбыржау соған қоямыз. Бірден бізде қаржы қаражат ары бері жүріп, соңдарға жүріп те істеуге тиістіміз. Оған болғанда бізде қазір қаржы қаражат жоқ болғандықтан көп істей алмаймыз. Ендігі біздің істегелі отырған шаруамыз сол веб-сайтымызды жақсылап үлкейтіп, сын пікірдерін алайық дегеніміз ойымыз бар. Бөлшаның жылына бір рет халыққа беретін есеп беру жиналыстарының барлығына қатысамыз ба деген ойымыз бар. Осы жиналысқа көптеп қатысып тұрсаңыздар, жаңа сауданың бөлшаның қасында сол тағда кемтікерге сұртшының Сергейлік Салбыржау деген болады. Алдын ала осы аймақтың бөлша бөлімінде подполковник Жамболат деген жігіт бар. Осыған хабарласып тұрударыңызға болады. Барлығымыз енді бірігіп жұмыстап жатырмыз. Халық көпшілік сол көбінесе полиция ұйымынан орындалмай жүрген арыз армандарыңыз болса, және де өз арадарыңызда қалып болғандықтан өз арасында бір алым берім болады, оны полиция ұйымдығына береді деген сияқты, және де өз құқыңыз қорғалмай жатқан жағдайлар болады. Қай-қайсында да бұл осы шаруаны біз полиция ұйымынан бітпей жатқан шаруаларыңызды біз негізі бізге келсеңіздер, сіздерге көмектесеміз. Халық көпшілік енді көптеп хабарласып тұрыңыздар. Біздің веб-сайт бар. Байың өлге әйімген деректік, сағдаген бағылген, өйлі ажылғанды кәнілт тауық, зөуіл деген. Осы веб-сайтқа кірсеңіздер, біздің барлық шаруаларымыз сонда тұрады. Ондағы мүшелердің барлығының телефон сонда бар. Ауа райының болжамы. Тамыздың 7 күнгі 20 сағаттан 8 күнгі 20 сағатқа дейінгі ауа райының бір тәуліктік болжамына қарағанда, аймағымыздың барлық өлкелерінде көшпелі бұлтты, түнде өлкенің шығыс-солтүстік бөлігінің кей жерлеріне өткінші жаңбыр жауады. Жел батыстан 3-тен 8 метр секунд мөлшерінде. Күндіз кей жерлерде желдің жылдамдығы уақытша 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейеді. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 8-ден 13, күндіз 22-ден 27 градус жылы болады. Өлгей қаласы маңында көшпелі бұлтты жаңбыр жаумайды. Жел батыстан 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Күндіз желдің жылдамдығы уақытша 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейеді. Ауа температурасы түнде 13-тен 15, күндіз 25-тен 27 градус жылы болады. Тамыздың 9-нан 13-не дейінгі 5 тәуліктік ауа райының болжамына қарағанда, уақыттың соңында өлкенің кей жерлеріне аздаған жаңбыр жауады. Жаңбырдың алдында желдің жылдамдығы уақытша 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейеді. Басқа уақытта желдің жылдамдығы 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 8-ден 13, күндіз 23-тен 28 градус жылы болады деп хабарлайды
аймақтық су және ауа райы қоршаған ортаны зерттеу орталығынан. Сіздер ағымдағы ақпараттармен таныс болдыңыздар. Аймағымыздың ат құлағында ойнайтын шабандоз жігіттері елімізде 4 жылда бір рет өтетін 8-ші ұлттық спорт түрлерінің олимпиадасында 21 аймақтың ішінен бірінші орынды иеленді.
28 шілде мен 2 тамыз аралығында Улан-Батыр қаласында өткен байрақты бәсекеге еліміздің 21 аймағы мен 9 ауданынан жиналған 600-ден астам спортшы спорттың 12 түрінен бас жүлдені сарапқа салды. Тартысты өткен бәсекеде біздің спортшыларымыз 6 ұлттық спорт түрінен бақ сынасып, 6 алтын және 2 қола медалды қанжығаларына байлады. Осылайша Әуесқанұлы Ұрон бастаған аймағымыздың ұлттық спорт құрамасы командалық есепте бас жүлдені еншілеп, аймағымыз алдыңғы орыннан көрінді. Бұл жетістік үкімет қаулысымен ұйымдастырылған спорт бәсекелерінде аймағымыз алдыңғы орыннан көрінген алғашқы тарихты жеңіс деуге болады. Біз аймақ намысын қорғап келген азаматтарға алғысымызды білдіре отырып, ұлттық спорт түрлерінен аймағымыз өрендерін баптап жүрген Ұрон Әуесқанұлы аймақ спортшыларының табысы жайлы ой бөлісті. Монғолия үкіметінің 2018 жылғы 183 қаулысына сәйкес ұлттық спорттан ұйымдастырылған жазғы ұлттық спорт түрінің 8-ші ойындарының финалдық жарысы 2026 ағымдағы жылдың 30 шілдеден 2 тамыз аралығында Улан-Батыр қаласындағы Күйдолан-Құдық ат спорт және де ұлттық спорт алаңына бүкіл спорттық түрлер қауымдастығының бекітілген ереже мен нұсқаулыққа сәйкес жоғары деңгейде өткізілді. Бұл жарысқа Монғолия мемлекетінің 21 аймақ 9 ауданынан келген барлығы 1672 спортшы ұлттық спорттың 12 түрімен жарыс жүрілді. Бұнда негізгі садақ атудың спорт түрлері ұранқай сұр, халқа сұр, бүрәт сұр, және ат садақ ату, асық ату, ат жарысы, оның үстінде ұлттық спорт, күрес, ат садақ ату және де біздің федерациямыздың 14 жылғы еңбегіміздің арқасында атысты спорт күресін Моңғол мемлекетіне дәріптеу, насихаттаудың арқасында осыдан 4 жыл бұрын бұл ұлттық спорт түрінің ең алғаш жаңағы көрермендер жаңа көрсетілім көлемінде жүрген болса, ал биылғы жылғы ұлттық спорт 8-ші спартакиадасында нағыз түрінде енгізіліп, бұған 21 аймақ 9 қалашықтың 49-дай спортшысы спорттың 60, 70, 80, 90, алу 100 килограммдық дәрежелер бойынша бақ сынасты. Енді жарыс қолданысындағы ереже мен нұсқаулыққа сәйкес ұйымдастырылып, төрешілік жарыстың әлі ашық өтімді қамтамасыз етілді. Нәтижесінде өзіміздің Байөлгі аймағынан қатысқан 6 бірдей спортшымыз осы 6 салмақ түрінде бойынша жеңімпаз жүлдегерлер атады. Бұнда атап кететін болсақ, 60 килограммда қатысқан Әбілғажыұлы Жәнібек, 70 килограммда қатысқан Мелісұлы Наурызбек, 80 килограммда қатысқан Еркінбекұлы Өміртай, 90 килограммда қатысқан Сәбетханұлы Қабанбай, алу 100 килограммда қатысқан Жанатұлы Бақытжан, және де ең ауыр салмақ қосы 100 килограммда қатысқан Жайтқанұлы Қаржабайларымыз үздік боп саналып, 8-ші ұлттық спорт ойындарының чемпионы атанды. Бізде сонымен қатар осы Күйдолан-Құдыққа келген көрермендерге ұлттық спортымызды насихаттап, соның ішінде ат үсті күрес спорт түрін насихаттадық. Бұған көрермендер мен ұлттық спортқа қызығушылық танытқан азаматтарға ат үстінде күрестің шығу тарихы, даму жолы, ерекшеліктер және жарыс ережелері туралы жан-жақты түсіндірілме беріп, көрсетілімдер ұйымдастырдық. Сонымен қатар ат үстінде күрестің ережелері қамтылған кітапшалар мен ақпараттық материалдарды тегін таратып, осы спорт түрін Моңғол мемлекетте көпшілікке таныстыру және оны қатысушыларды көптеген жағдайда тарту бағытында нәтижелі жұмысты қоса атқарып келдік. Бұл үлкен жетістік, жеңістік деп білем. Өйткені үкіметіміздің осы 183 қаулысы шыққаннан бері 32 жылда 8 рет ұлттық спорт спартакиадасы фестиваль жүргізген болса, біздің аймақтан бұған бәріне жақсы қатысып, жақсы нәтиже көрсетіп келді. Ал енді соңғы жылдары осы спорттың өлкемізде өрлеп кең көлемде дамуының арқасында бүгін осы 6 бірдей алтын медальға ие болып, биіктен көрініп, Моңғол мемлекетінде өлкеміздің Байөлгі аймағының ұлттық спортпен шұғылданатын барлық, оны қолдайтын барлық көрермендердің да қуанышы көзайым болып, ел көлемінде командалық есепте бірінші орын алып отырғанымызға қуаныштымыз. Ары қарай да осы ұлттық спортымызды ел көлемінде және өлкемізде дамыту
жүйесінде жұмыс нәтижелі жұмыс жасаймыз деп білемін. Бұл ат үсті спорт түрі және де көкпар ат үстінен тиын шауып көбілетін спорт түрі. Федерациямыз құрылғаннан бері мұнда 14 жылдың жүзі болды. Бұл енді аз уақыт емес. Бұл аз уақыттың ішінде біз осы спорттарды ел көлемінде дамыту мақсатында көптеген жұмыс атқардық. Соның бір нәтижесі осы ат спорт түрін ел көлемінде ұлттық спорт түрлерінің жазғы 4 жылда болатын жазғы фестивалына және де жыл сайын болатын ел біріншілігіне кіргізе білгеніміз өте үлкен жетістік деп білемін. Бұдан кейінде де жаңағы ат үстінен шауып кеп тиын ілетін жаңағы моңғол ағайындардың ат үстінде шауып қамшы құрық ілетін спортымен сәйкес келеді. Бұғанда да біз теориялық және де қазіргі әлемдегі осы спорт түрлерінің дамуына сәйкес келген ережелерді қарастыра кеп, өзіміздің бір екі жақты осы спорттың біріккен бір түр спорт түрін шығарып ел көлемінде дамытамыз ба деген үміттеміз. Ал енді осы 14 жылдың ішінде біздің федерациямыздан шығарған нәтижелеріне кішкене тоқталып кететін болатын болсам, енді көкпардан мақтана айтатындай жетістіктеріміз 2017 жылы Экспо, Қазақстан мемлекетінің Экспо аясында өтілген әлем тұңғыш рет әлем біріншілігінде командамыз қола медаль ойнап, өкінішке орай тәжік мемлекетінен 1-0 ұпаймен жеңіліп 4-ші орынға иеленгенбіз. Одан 2019 жылға жастардың тұңғыш реткі Азия чемпионатында біз өлкеміздің жастар командасы толық құраммен қатысып, күміс жүлдегер орын алғанымыз үлкен қуанышты, үлкен жетістік деп білеміз. Және де көп жылдар пандемиядан болып осы спорттың жарыстары үзіліп қалған. Онан 2024-те әлем чемпионатта қатысып, группамыздан шыққанымыз жоқ. Өйткені ең осы көкпардың отаны болып саналатын Қырғыз мемлекетіне бірінші рет тұспа-тұс сәйкес одан жеңіліп финалға шыға алмай қалғанбыз. Ал енді аударыспақ, соның ішінде ат күрес спортқа тірелетін болатын болсақ, 2014 жылдан бері жүріліп келе жатқан Азия әлем чемпионаттарда бізден әлем чемпионы туды, өлкемізден Азия чемпионы туды. Және де жыл сайынғы жүрілетін әлемдік кубок, әлемдік чемпионат, Азия чемпионаттардан қанжығамыз байланып, жарыс болған сайын күміс медальдан 3, қола медальдан 2 құр айтып келген неміз жоқ. Санын айтатын болсақ, әлем чемпионаты, Азия чемпионаты, дүниежүзі көшпенділер ойынынан 9 күміс медаль, 14 қола медаль, әлем чемпионатынан 1 алтын, Азия чемпионатынан 2 алтын алған осындай нәтижеде екенбіз. Кенжелеп дамыған осы ұлттық спорттың түрінің бірі болады теңге илеу спорты. Бұл теңге илеудің 3 рет Азия чемпионаты жүрді, 2 жылда бір жүріледі. Бұғанда да біздің еліміздің спортшылары ел намысын жібермей тағы да биіктен көрініп, қазақ елінен кейінгі 2-ші орынды жылда алып келе жатыр. Осы орайда теңгелеудің 3 стиль түрі бар, сол бойынша жүріліп келе жатқан. Осыдан біз 11 күміс медаль, 6 қола медаль алыппыз. Енді өкінішке орай әлі чемпион туғыза алмай отырмыз. Келешек жоспарымызда бар. Енді Құдай қаласа аламыз, Алла бұйырса. Бұл спорттың енді әлемдегі додада, қай жердегі додада болса да жүріліп жатқанына байланысты, атпен тікелей байланысты болады. Ат пен адамның екеуінің арасындағы байланыстың арқасында, сол екеуінің атты игергеннің арқасында, атпен өзінің түсіністікпен, атты өзі түсініп, өзіне қарай бейімделіп, оны үйретудің арқасында ол спорттың нәтиже жеткізуге үлкен себеп тигізіледі. Сондықтан біз енді өзімізден ат апара алмаймыз. Әрбір жүргізілген мемлекеттің қатысқан 13-14 мемлекеттердің арасында жаңағы жеребьевка дейміз, құсап ат таңдау процесс 30 ойындар құсап жүріледі. Сол бойынша өзімізге тиесілі келген атпен сол спорт түрінің жарыстарына қатысамыз. Кейде жақсы, кейде сол осалдау аттар кезігіп қалады. Соған сәйкес осы жетістіктеріміз кішкене кенжелеп, кішкене ойсырап қалып жүрген жағдайлары бар. Бұдан да үлкен жетістіктерге жетеміз бе деген үлкен сенімдеміз. Ал енді баршылық өлке халқының осы өлкемізде дамып жатқан ұлттық спорттың қолғабыс беріп, бізбен қоянба қолтық бірлесіп жұмыстаймын, бізге демеушілік көрсетемін деген барлық адамдарға мен бірігіп жұмыстауға дайынбыз. Алдымызда да бір үлкен жарыс тұр. Дүниежүзі көшпенділер ойыны деген. Дүниежүзі көшпенділер ойыны биыл 6-ші рет Қырғыз мемлекетінің Шолпан ата Қыстықкөл аясында өтеді. Бұған да біздің елдің өлкенің спортшылары қатысып келген. Алдыңғы 3-ші, 4-ші, 5-ші ойындарда да үздік нәтиже көрсеткен күміс медаль, қола жүлдегерлер иеленіп тұрғанбыз. Бұдан енді федерациямыз 5-ші дүниежүзі көшпенділер ойыны қазақ мемлекеті, Қазақстан мемлекеті Астана қаласында жүргендеріңіз баршаңызға мәлім. Онда Моңғол мемлекетінің жалпылай командалық бойында алған 14 медалының 7 медалын біздің федерациямыз ат үсті күрес теңгелеушілеріміз
иеленген. Бұнда 3 күміс, 4 қола медаль алғанбыз. Осы нәтижемізден төмен түспей, осымызды сақтап, бұдан да үлкен жетістіктерге жетіп, 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойынына қатысуға қолсұнды дайындықты бастаймыз ба деген осындай үміттеріміз бар. Енді барша халыққа да айттым жаңа үстінде де. Осы атадан балаға мирас болып қалған елдің, жердің атын қорғап жүрген, осы ұлттық спортпен шұғылданып жүрген, ұлттықты насихаттап жүрген, осыны көріп көзайым болып жүрген көрермендер және де спортшыларды қолдауларыңызды өтінем. Береке бірлікте болсақ, әркез осындай жетістіктерге жетуімізге бірде-бір қадам жақын болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Елімізде, Моңғол мемлекетінде жалпы ұлттық спорт түрлері дамуына тілектеспін. Жуырда өткен маусым айының ортасында өткен Россия мемлекет Татарстан Республикасының Қазан қаласында жүргізген ат үсті спорт күресінің әлем чемпионатында енді қаржылық экономикалыққа сәйкес осы спортқа 2 спортшы қатыстырдым. Бұнда Ноғонорлық Жұрағат, жаңа Боғытлық азаматымыз, палуанымыз Оразақын күміс жүлде алғанын тағы қоса айтқым келіп отыр. Ауылым алыстағы арманым, жет алмай сағынамын өзіңді. Елестейді жатсам дағы, тұрсам дағы, таулары мен сулары белестері. Ауылым айналайын ойнап өскен, құмың мен топырағында аунап өскен. Сенен асқан жер бар ма маған ыстық, туған жер айналайын кіндік кескен. Бөкен тау пана болған ойнағанда, қобд өзен астықтап кеп шомылғанда, жазы ыстық қысы суық болса дағы, сенен асқан жер қайда сағынғанда. Ауылым айналайын ойнап өскен, құмы мен топырағында аунап өскен. Сенен асқан жер бар ма маған ыстық, туған жер айналайын кіндік кескен. Сіздер Нұр тобының орындауында Өміржан Зекейұлының әні мен сөзіне жазылған «Ауылым туған жермен» тыңдап отырсыздар. Туған жер кірін жуып кіндік кескен, туған жер ойнап күліп жырғап өскен. Ауылым көркейе бер әр қашанда, көп керей бір өзіңді мекен еткен. Ауылым айналайын ойнап өскен, құмы мен топырағында аунап өскен. Сенен асқан жер бар ма маған
Бетеге кетіп бет қалар, бектер кетіп ел қалар деген сөз бар. Сонау социализм аталған кезеңде Сомонның бірлестік бастығы қызметін атқарған зиялы азаматтардың бірі Сайлау Арғынұлы 2000-нан 2004 жылдар аралығында аймақтық азаматтар өкілдері қорлы төрағасы қызметін абыроймен атқарды. Екі қоғамның тұсында да елге қызмет істеген ел ағасына жолығып сұхбаттасқан едік. Енді осы сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы ұзақ жылдар аймағымызда басшылық қызмет атқарған Сайлау Арғынұлы ағамыз. Бүгінгі сұхбатқа себеп болған мынау аймағымыздың бір кездегі алтын ғасырының азаматтары, сонау 90 жылдары нарықтық қатынасқа өткен кезде Сомон бірлестік басшылары тұрған сурет қолымызға түскен еді. Енді осының ішінде талай аймақ басқарған, аймақтың әкімшілік қызметін атқарған, халық депутаттар құралына мүшелікке сайланған азаматтар осы суретте бар екен. Енді осы суреттегі біздің сол бір алтын ғасырдағы атпалдай азаматтарымыздың бүгінгі соңғы тұяғы, осында енді қазір ортамызда жүрген Сайлау ағамызды студиямызға шақырып, ең әуелі әңгімемізді осы бір суреттің тарихына бастасақ деп отырмын. Ал енді осы жайына тоқталып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті аймақ халқы, радио тыңдаушы қауым. Сол бір тарихи оқиға. Ол кезде біздің аймақта кіші олимпиада деген жұмыс ұйымдастырылған. Осы аймақ партия комитетінен, аймақ атқару әкімшілігінен шешім шығарып, жылда бір Сомонға бір кіші олимпиада ұйымдастырып отыратұғын. 1980 жылы алғаш Лаңқұсында, аймақтың қара шаңыры деп Лаңқұсында басталды. Мен сол 83 жылдан бастап Лаңқұсының партия комитетінің бастығына сайланған. Соның келесі жылы 84 жылы Бұлғынсымда барып бас қостық. Бір жолды сол 80-90 жастарды алып барып, арадарынан таныстырады, ойынға қатысады, әртүрлі спорт ойындарында қатысады. Сондай бір 4-5 күн жүріп, өстіп бір жақсы араласып, құраласып кететін сондай бір жұмыс болған кезінде. Содан сол жұмысымызды аяқтап қайтып бері қарай елге қайтатын жолда Лақшының өзенінің көпірінен өтіп, бер жағында сол 12 Сомның басшылары алдырған суретіміз. Сонда енді Сеңгелден Кәрімбек отырды, Алтын Сөкседен Күрле, Байнұрдан Мизамхан, Доғанырдан Қабыл, Бұлғыннан өзін Төлеубайы, Бұғаттан Бұқай, Тұлбадан Уәжіп, Делуінен Құлыбек, аймақтағы ауыл шаруашылығының бастығы Болат, Бүйінтідан Мишер, Алтайдан Ильиче, Сақсайдан Арын, енді Лаңқұстан мен деген осындай басшылар қатысқан болатығымыз. Осыдан қазір енді менің білуімше енді Төлеубайдан басқасының барлығы о дүниелік болып кетті деп естіп жүрмін. Ал енді қазір Төлеубай ақсақал Шығыс Қазақстан облысында баласы Есенбердімен бірге қазір енді қазақтың ақбас сиырын жауаптанып бақып отыр. 5-6 жылдың алдында барып кезіккенімде тек қазақтың ақбас сиырынан 150 сиыр бұзаулап тұр, осын текке келіп сауыңдаршы деген елден ешкім келмей отыр деп өсіп отырды. Ол кісілер жақсы жүріп жатты. Осындай бір кез болады оған, мынау сондағы естелік қалдырған суретіміз еді. Ал енді сол кездегі марғасқа ағалардың енді суретін көріп отырып марқаямыз. Сол кездің өзінде Сомондарды қандай азаматтар басқарып отырған, қазір енді елдің алдына шығып сөйлей алатыны бар, сөйлей алмайтыны бар, ұлағат әңгімесін айта алатыны бар, айта алмайтыны бар. Енді сондайлау заман болып тұр. Өзіңіз 2000 жылдары аймағымыздың құрылтай төрағасылығын қызметін атқардыңыз. Енді әр кезеңнің өзінің бір ерекшелігі бар. Өтпелі кезеңдерден кейін бір ес жиятын жаңа баспалдақ тұсында өзіңіз қызмет атқардыңыз. Енді осы кезеңнің бір ерекшеліктерінен тоқталып өтсеңіз. Біз арт жағымызға бұрылып қарасақ, біздің көп өміріміз социалистік қоғам өзінің бар болмыс мүмкіндігін сарқып құлдыраған кез екен. Өтпелі кезеңде біздің көп өміріміздің көбісі өтіп кетті. Өтпелі кезең өлара, өткелі бар қайара деп жарғақ құлағымыз жастыққа тимей, қалың бұқара халық қауымның енді бұл өтпелі кезеңден енді сүріндірмей, шаршатпай аман есен қайтып алып шығамыз деген жалғыз ғана бізде ой болды. Осы көлемде шамамыз келгенде жұмыс істедік. Біз өз білермендігімізден, өзіміз оққан тоққанымыздан шығып келгенбіз жоқ. Біз сайдың тасындай білікті, білімді, парасатты ағалардың қол астында жұмыс жасадық.
О кісілердің мысы маңайын басып тұратын сондай бір мықты азаматтар болды. Халық шаршап жүрген кезде келіп, көп сүйеу болған азаматтар қол астында жұмыс істедік. Анау Сарай Ақсақал, анау Құрекең, Қызырқан, бірге жүріп бір тек қайнағында өткен бизаштарыңыз қандай азаматтар еді. Осылардың барлығы енді осы білек сыбан іске кіріскенде де талай қиын қыстау жүрсен жол тауып кетеді. Осылардың қол астында тәрбиелендік. Отырдан көргенімізді, білгенімізді өзіміз өмірге іске асырсақ дедік. Мен барлығы Суман бірлесік бастығына сол аймақ құрылтай төрағасы, аймақта аршосында 23 жыл осы басшылық қызметте болған екен. Содан бері енді бүгінге дейін халықтың тұрмыс тіршілігіне жағдай қалай болып жатыр осыған қарап, құлағымызды түріп, 9-ның хабарын асыға күтіп өстіп қарап отырамыз. Жазда жауын жауса қуанамыз. Ел дайынға көшіп бара жасаман жетсе екен деп тілек тілеп отырамыз. Ел басқарып жүрген азаматтарға елін қиқметпенен, ғылыммен, біліммен дұрыс бастаса екен деп, біз де үйде отырып тақымызды қысып отырамыз. Енді мына бір қазір мамыраже жақсы өтпелі кезең өтіп, турасын айтқанда бір күлкіген заманда халқымыз өмір сүріп жатыр. Бұған енді мың сан шүкіршілік айтамыз. Ал енді өзіңіз құрылтай төрағасы тұрған кезде енді өтпелі кезеңде қызмет атқардыңыз. Сол кездің енді қиыншылықтары, сонымен қатар сіздердің атқарған чараларыңыз жайлы тоқталып өтсеңіз. 90 жылдың аяғы деген 90 жыл деген енді бір өте ауыр кезең болды ғой. Пенсияны, айлықты айлап жылдап бере алмайтын кез. Магазиндер барғанда жарылған бір неше қапшық тұздан басқа ештеңе жоқ. Оннан тарыққан ел. Әйтеу мал бар. Осындай жағдайда халық өте күрделі кезеңде өмір сүріп жатты. Көш те басталды. Біз де сол жеріне барып жағдайдың бәрін, Қазақстан жағдайын көрдік. Бізден де көп артылып тұрған жағдай жоқ екен. Өздері де жаңадан ел жерін басын қосып өсіп жатқан екен. Сендер бүгіндерін тұра тұрындырын көп айттық. Тілімізді алып ақсақтың әліне бақ отырып қалғандар да болды, отырмағандар да көшті. Көшіп 1-2 жылдан кейін 980 үй қайтып көшіп келді. Енді тек ар жақта айтқанда үстіне кигіз жауып, бір жағы 8 метр, бір жағы 7 метр далада қалған үй үстіне кигіз жауып, 5 үйдің 27 адамы бір жыл қыстап шыққанын өз көзімізбен көрдік. Бұны көріп біліп отырып енді үкіметке айттық. Аймақ әкімі Бәділхан екеуміз кезек жиналыста мәселе қойып айтып жүріп, үй басына 180 мың сомның көмегін берді. Сол кезде жылқы 30 мың, қой 6-дан 7 мың. Бұл аз ақша емес болатын. Бұл Моңғолдың өкіметіне, Моңғолдың азаматтарына бұл үшін біз қарыздармыз. Бұл жақсылықты ұмытуға болмайды. Ешкім табалаған жоқ. Сен қазақсың, бар қазын қайтып көшіп келді деген. Сондай қиын қыстау кез болды. Біздің аймақ бастығымыз сонда біз айлығымыз 120 мың сомнан басталды. Енді аймақтың бірінші, екінші бастықтарын алып бұтын айлығы. Осындай дәрежеде. Сөйте мектептің қол үзушілігі өте көп болды. Сауатсыздық та көп болды. 5-ші күні сабақтан оқытпай алып кетеді, 1-ші күн түстен кейін әкеледі. Аржанды 2-ші, 4-ші күн оқыған бала өстіп жатқан жағдайлар болды. Сол кездегі бір адамдардың оқу білім көлемінен кейін сотынан біз барлық бала басына ашық хатта жаздық, нередомды айттық. Бірте жағдай түзелді, мектептің мұғалімдері жақсарды. Осындай дәрежеде қазір енді өткен күнде белгі жоқ дейміз, бірақ осы өткен күнде осындай ауыр кезеңді өткеріп, халық тез есін жиып, әсіресе біздің аймағымыз халқына біздің разы болатынбыз. Екі қолға бір күрек табылдап, еңбектеп, мынандай дәрежеге жетті. Қазір күлкінің заманда тіршілік етіп отырмыз. Бұған сансыз шүкір мақтаулар айтамыз. Ал енді өзіңіз ел ағасы ретінде ел басқарып жүрген азаматтар бар. Мына інілеріңізге, ізбасарларыңызға не айтар едіңіз? Біріншіден мына ел басқарып жүрген азаматтар елін білімменен, ғылымменен, парасаттылықпенен осы жұмысқа шын берілген тұрғыда атақ үшін емес, мынаны маған аманат етіп берді деген тұрғыда, аманатты сезінген тұрғыда басқарса екен деп біз көбінесе тілейміз. Ана мешіттерде ел басқарып жүрген азаматтарымызға Алла хидаят бер, дұрыс білім бер, дұрыс жолдас бер деп мешіттерде имамдарына дұға жасап отырамыз. Жауасын ішінде жақсы жұмыс істеп жүрген азаматтар да бар, көңіліміз толмайтын нәрселер де бар. Атақ үшін ғана, баспалдақ үшін ғана уақытша жүріп жүрме дегендей сондай жағдайға келеді. Кейде біз енді
өзіміз істей алмай қалатындай жағдайда болар. Біздердің бұлардың бір асарымызда сату жасарымыз жаты кезін істедік, енді істеуге тиісті жұмыстарын азаматтар істеу керек. Бұл жұмысты маған аманат етіп тапсырды. Бұл халықтың алдында мен мойнымда үлкен міндет бар деген осында ойлау керек қой. Біз асарымызда сату жасарымыз жаты кезін істедік, енді істеуге тиісті жұмыстарын азаматтар істеу керек. Бұл жұмысты маған аманат етіп тапсырды. Бұл халықтың алдында мен мойнымда үлкен міндет бар деген осында ойлау керек қой. Ал бірақ енді бір ұсақ элементарный білуге тиісті нәрсені білмей істемей жатқандарына кейде ішіміз енді қатты ашиды. Мисал жоқта мен алдай сумына барып келдім. Мына аусы шыққаннан кейін енді біткен малынан айырылған, қорада үрерге еті сығарға бейті қалмаған осындай адамдар күні бүгінге дейін аш отыр. Жалаңаш отырмаса да аш отыр. Ең соны ана Бәргаттың бастығына, ана Сумның бастығына дейін ана жігіт, ана ауылдарды ертіп жүріп. Тіпті ең бер жағын айтқанда енді Сумындағы имамдар уағыз айтқанда енді сондай соғырылып тұрғанда бәрі жақсылап айтады. Өзі тоқ отыр, көршісі аш отырған бізден емес деген пайғамбарымыз хадисін айтқанда сондай жақсы айтады. Енді бір жылғы зекеттің малын жинап содырға енді қазір бүгіннен бастап қолына бірдеңе салу керек қой. Мына өкіметтен бұл ақшасы қашан шешіліп, қашан келеді ол әлі белгісіз. Осындай сияқты нәрселерді енді азаматтар кезінде ойлау керек қой енді. Әбден кейін болғаннан кейін, тойғаннан кейін, толқысығаннан кейін барып қажеті жоқ. Сумының депутаттары қайда? Иқбурылға сайланымыз деп жүрген, машинаны шаң басып жүрген азаматтар қайда? Аймақтың депутаттары қайда? Мысалы, осылар енді сол ана малынан айырылған адамдарға бармай ақ қойсын, телефонмен сөйлесті ме, жағдайын қалайтын бір ауыз сөз, жылы сөз айтты ма, қазір осылар енді жетім бала деп жалдақтап отырған осындай жағдайларға енді халық болып көмектесу керек қой. Осындай жағдайлардың мағдары білмей жатқанда кейде ішіміз ашиды. Сіздер сайлау Арғынұлымен өткізген телші сұхбатын тыңдадыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылары, енді Қытай Халық Республикасының әншісі Бақыт Нұры Ілиясқызының орындауындағы халық әндері Шилөзен Қамсай, Илигай әттең шіркін әндерін тыңдаңыздар.
құлақтандырулар. Улан Батыр қаласынан келген дәстүрлі медицина дәрігері тамыр ұстау арқылы ауруды анықтап, массаж жасаумен қатар физикалық емдеу жасауда. Тамыр ұстап диагноз анықтау бағасы 10 000 төгірік. Мекен жайы ДТ Плазаның 2-ші қабаты. Байланыс телефоны 85 33 50 01. Көңіл айтамыз. Бірімізге аяулы бауыр, бірімізге асыл балдыз, балаларымыздың ардақты нағашысы. Делін сұмыны тумасы Жәнтекей Атантайырұлы, Сұраубай Сиыршыбайұлының өмірден өтуіне байланысты. Жары Қапизаға, балалары Гүлжан, Ака, Жанар, Елдос, Елжасқа және барша ағайын туыстарына, қайғыларына ортақ екеніміз білдіріп, көңіл айтамыз. Марқұмның жаны жәннетті, иманы жолдас болсын. Алдағы берілетін қырқылық науқаны қабыл болсын. Әпеке жездесі Уатқан, Күней, жиендері Мұрат, Марат, Қуат, Ердәулет, Бибігүл. Науқан қабыл болсын. Қазақстанда өмірден өткен Делін сұмыны тумасы Жәнтекей Атантайырұлы, Сиыршыбайұлы Сұраубай марқұмның 40 тамыздың 9 күні 12 сағатта Бұлғынсу жағасы жайлауындағы күйеу баласы Баянханның шаңырағында беріледі. Күйеу баласы Баянхан, қарындастары Маржан, Айжан. Тасқынбекұлы Ерсұлтан марқұмның 1 жылдығы. Тамыздың 11 күні Өлгей сұмынның 11-ші бағы базардың жанындағы шаңырағында беріледі. Атасы Жанұзақ, әкесі Тасқынбек, анасы Гүлжаухар, нағашы атасы Иса, нағашы апасы Нұрила және ағайын туыстары. Кәлпе қызы Шәрипа марқұмның 2 жылдығы тамыздың 9 күні жексенбіде Өлгейдің 4-ші бағындағы шаңырағында беріледі. Балалары Жиенбай, Серікберген, Ғұмырберген және ағайын туыстары. Хабар айтамыз. Жанат қызы Гүлмира Астана қаласында кеше қайтыс болды. Марқұм Гүлмира ертең айдың 8 күні Талапкер ауылына жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы әке шешесі Жанат Гүлсін, ағалары Қанат, Жәнібек, Құмарбек, Ерлан және ағайын туыстарымен әпеке жезделері. Делін сұмыны 7-ші бағының азаматы, Өлгей сұмыны 9-ші бағының тұрғыны Молқы Қайыбырұлы Құмарлы Нұртаза кеше тамыздың 6 күні қайтыс болды. Марқұм Нұртаза ертең тамыздың 8 күні Өлгейге жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы ағалары Муса Зұлқажы, бауырлары Байтаза, Болат Қуантқан, Бөкенбай Зайыбы Гүлбаршын, қайнағасы Дағыс, балалары Тілеген Серікболы Шалқар және қыз келдіндер мен күйеу балалары. Қадірменді радио тыңдаушылары, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.